Қайырлы күн, тоқмаш қыздар, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін өрнекті тоқып үйренеміз. Бұл өрнекті бүкіл әлем жақсы пайдаланады, қолданады десем де болады. Бізде де өте жақсы қолданады. Тоқылуы өте жеңіл әрі тез. Екі жақта да бірдей түседі. Бұл зор. Екі жақта да бірдей түседі. Көрдіңіздер ме? Өте жақсы. Жуан жіппен тоқсаңыздар, ол өте ірі болып түседі. Ал осындай кішкене жіңішкерақ жіппен тоқсаңыздар, бұл да ірі болып түседі, өте прям көрнекті, әдемі. Ал енді бастайық. Қыздар. Мінеки, бісмиллах дейік, міне. Бірінші жіпті жай шығарып аламыз. Екінші жіп мінеки теріс, оны теріс тоқып аламыз. Бұл жердегі ең үйренетін нәрсе мына оң жіпте тұр. Оң жіпті біз бұрын жай ғана былай тоқып алатын болсақ, осы өрнекте біз оны мына бір бағана кішкене түсеміз да, мына осыдан осылай іліп тоқып аламыз. Теріс жіпті теріс тоқып аламыз. Оң жіпке келгенде біріншісінен алмаймыз. Мінеки бір бағана төмен түсіп, осы жерден аламыз. Бұл узордың ең кереметі осы жерде. Мінеки тағы да тоқимыз. Теріс, оң жіпте астына қарай түсіп, жіпті алатын боламыз, осылай іліп алатын боламыз. Өте жеңіл, өте оңай. Жаңадан бастап жүрген адамдар да тез үйреніп алуға болады. Бұл өрнекті шапкаға пайдалансаңыздар болады, шарфқа пайдалансаңыздар болады. Әркім әртүрлі. Мынандай үлкен кардигандар тоқсаңыздар болады. Кемпірлерге пайдалануға болады. Екі жағы бірдей тоқылады. Шатаспайсыздар да. Только оң жіпке келген кезде қана ең соңғы жіпті мінеки теріс тоқып аламыз. Көрдіңіздер ме? Қандай әдемі түсті. Енді келесі жағын тоқып алайық. Қараңыздар, біріншісін жіпті іліп аламыз. Мінеки оң жіпті тағы да астыңғы бағанадан осылай тоқып аламыз. Теріс жіпті теріс тоқимыз. Оң жіпті осылай тоқып аламыз. Терісті теріс тоқимыз. Оң жіпті мына жерден алмаймыз. Мінеки бір кішкене бір бағана төмен түсеміз да, осы жерден тоқып аламыз. Мінеки қыздар, бүгінгі узордың бар көрінісі осы бір ғана жіпте тұр. Бір ғана, міне оң тоққан кезде астына қарай түсіп, осылай алатын боламыз. Өте оңай тоқылады. Өте жеңіл. Өрнек әдемі түседі. Қараңыздар. Қараңыздар, қандай тамаша. Өте тамаша. Мына ары қарай үйрене беріңіздер.